Саламатсыздар оқушылар. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз. Өткен тақырып не өтті? Функцияны зерттеп, графиканы салудың қарапайым жоспары. Қарапайым жоспары. Сол бойынша есеп шығады, біле ма? Ал бүгін жаңа тақырып қарастырамыз. Кітаптың 230 бетіндегі 7-6 тақырып. Функцияны зерттеп, графиканы салудың толық жоспары. Тақырып ауқымды. Біле ма? Неше тақырыпшадан тұрады? Тақырып бәрінде? Екі тақырыпшадан тұрады. 7-6-1 функция графигінің сәйкес дөңестігі және иілу нүктелері және 7-6-2 функцияны зерттеп графигін салудың толық жоспары. Ал және мына жерде мысалдар беріледі. Осы бойынша есептер шығарамыз. Енді сабақтың ауқымдылығына байланысты бір сабақ жүргенімізді көреміз. Топқа бөлінейік. Бірінші топ, екінші топ бола береміз. Айналдырамыз топтар. Маматтер бар, я? Ал, мен өткен тақырыптан сұрақ қоя беремін. Өткен тақырыппен бұл тақырыбымыз байланысты. Өткен тақырып қарапайым зерттеу болса, бұл тақырып толық зерттеу. Қарапайым зерттеуді біз бұрын сыныптарда, яғни 9-8 сыныпта қарастырғанбыз. Және осы биыл 10 сыныптың басында да тригонометриялық функциялар қарастырғанбыз. Толық зерттеудің айырмашылығы қарапайым зерттеуден. Бұл жерде біз функцияның өсу кем аралығын не бойынша анықтаймыз? Туынды бойынша. Туынды бойынша. Қалай анықтайсыз? Туынды тауып? Нөлге тиістіріп, шыққан айзатын сұрап алайсыз. Я плюс минус анықтаймын. Интервал градусына салып плюс минус анықтаймын. Минус аралық. Кем аралық? Плюс аралық. Өсу аралық. Өсу аралық. Сондықтан бұл жерде, яғни бұл тақырыпта біз функция зерттеудің толық несін бәрін білеміз. Так, 7-6-1 бірінші топ, 7-6-2 екінші топ. Негізгі материалдар жазып, плакатқа жазып алсаңдар болады. Уақыт 7 минут уақыт береміз. Сағана. Құламайсың бөліңіздер. Бірдей түсіп оқымадың, ja? Шлея. Ал, уақыт тауысып қалады. Не бұлаймыз? Керек нәрселерін жазып алды, қалған нәрселерін өздерің оқып үйретіңдер болды соның үстіне. Көмектесем. Ал, қарап отырғандарға бір Абдырахман қарап отырмыз. Функцияның кесіндегі ең үлкен екінші мәні қалай табады екен? Ең үлкен екінші мәні. Нөлге теңестірген кезде шыққан санда бірінші туындыға салған кезде мәні. Нөлге теңестірген кезде туындының мәні болған кезде минус плюсын анықтайды. Содан кейін? Одан шыққан мәлеті 7-105, 7-106, 7-108, 7-104, 102, 103 сол есептерді шығарып қой біз. Аралық беріледі. Не істейді?
Onu maksimum minimum anlatıyoruz. Maksimum minimumda anықтаймыз, иә? Одан кейін сол аралықта ма көреміз, иә? Сөйтіп сол максимум минимумды және осы аралықтың мәндерін қойып есептейміз. Соның ішіндегі ең үлкені, ең үлкен мән, ең кішісі, ең кіші мән болады. Бұл зерттеуге қосылмайды, сонда да бірақ қарастырылатын тақырып, өткен тақырып қойылады. Отыр. Мына топтан айтаны. Так, бұл зерттеудің несінде қарапайым зерттеуінде қандай нелер бар еді? Пункттері, яғни бөліктері. Бөліктері. Жеті несі бар. Жеті пункті бар. Өзіміздің есімізде не бар, соны айтсақ. Бірінші анықтау облысын табамыз. Екінші үздіктерден анықтаймыз. Үшінші функцияның жұп тақтылықтарын анықтаймыз. Төртінші Екінші жұп тақтыларын анықтаймыз. Координатаның нүктелерін анықтаймыз. Қай жерде? Координатаның не бар? Нүктелер. Қиылысу осьтері. Және де алтыншы функцияның өсу және кему аралықтарын табамыз. Жетінші Алтыншыда тағы не бар? Өсу, кему және экстремум. экстремум. Яғни максимум, Максимум, минимум. максимум минимум бар. Иә, жетінші пунктте Графикіне тиісті тағы да бірнеше нүктелерді белгілейміз. ерекше нүктелер, сондай ма? Иә. Ja, уақыт не болып тұрған? Мектептің басталды. Ал? 5 минут болды. 5 минут өтіп кетті дейді. 2 минут уақыттарым бар. Егер алмақты сенді көремін. Көмектесеміз, елдер. Мысал жазуға болады. Кітаптағы мысал немесе кітаптағы есеп шығармышында да түсініктірек болады. Қарағанда емес пе болады? Жоқ, болады. Жасаймын. Уақыт бітті. Біткен тоқтар. Қосымша уақыт кетіп жатыр. Біткен тоқтар бар ма? Bitti bak. Al 2-3 top bitti. Kuruş top. Ayakta. Şarj koyalım. Yok, kuruş topunda olmuyor mu? Kaytak tuzunda mı olur? Kuruş topun maceralında kara olduğunda. Sürdüğün şeylerini sıra koyalım. Al. Kuruş top, o kosunca vaktas gibi var. Kuruş top, anlama.
3 teorema. Ya. Yeni bize түсіндіріп берсеңдер болды. Екінші топтегі 7 пункт ya. Al. Болды ма? Al. Қорғау бар. Айырды ма? Екі адам. Tamam. Жақсы көрдім. Қандай жақсы көрдім бе? Жоқ, ара. Кете ма? Ал, тыңдаймыз. Бізге берілген тақырып функция графигінің ой үстеместігі және иілу нүктелері. Негізінен бұл тақырыпшада анықтама және 3 теорема берілген. Ең бірінші анықтамадан бастасақ, негізінен бұл АВ аралықтағы функцияның ой үстемес аралығын анықтау үшін бұл жерде берілген функция және қиып өткен сызық бар. Яғни берілген функция бұл жерде f от x нолевой, ал қиып өткен сызық hx нолевой деп белгіленген. Яғни hx нолевой f от x нолевойдан кіші тең болса, яғни бұл аралық дөңес аралық деп аталады, яғни өсу аралығы. Ал hx нолевой f от x нолевойдан үлкен болса, яғни бұл ойыс аралық, яғни кему аралығы деп аталады. Яғни бұл жерде жаңа атап өткендей f от x нолевой берілген функция, ал hx нолевой қиып өткен сызық болып табылады. Яғни осы одан шығып келетін бірінші теорема осы бірінші анықтамаға байланысты. Яғни f от x нөлден кіші болса, функция АВ аралығында дөңес болады. Ал нөлден үлкен болса, функция АВ аралығында ойыс болады деп белгіленген. Екінші теорема, яғни бұл жаңа ойыс дөңесті атап өттік қой, бұл жерде яғни иілу нүктелеріне байланысты. Бұл иілу нүктесінің қажетті шарты болып табылады. Негізінен бұл жерде y тең f от x функциясының x нолевой функциясының нүктелерінің маңында, яғни екінші реттік үздіксіз туынды бар болсын деп есептейді. Яғни бұл жерде яғни егер x нолевой функциясының иілу нүктесі болса, яғни бұл f от x нолевой нөлге тең болып табылады. Үшінші теорема, яғни y тең f от x функциясы АВ аралығында екі рет дифференцияланса, нүктенің оң және сол жақ бөлігінде f от x функциясының иілу нүктесі болады деп белгіленген. Оң жақ және сол жақтында не болу керек? Таңбасы екі түрлі болу керек. Екі түрлі болу керек, иә. Бізде ол қандай нүкте деп аталады қосымша? Экстремум нүктелері, яғни максимум және минимум нүктелері. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Ойыс пен дөңестің алдыңғы өткен негізге байланысты не айырмашылығы бар? Ойыс дегенде, дөңес дегенде. Яғни ойыс аралық ол не болады? Кему аралық. Кему аралық. Ал дөңес аралық, өсу аралық. Өсу аралық. Түсінікті ма? Ұғымымыз қосымша яғни. Сұрақ бар ма? Өсу кемуді қалай табады екенбіз? Түсіндік па бұл екінші топ? Ойыс аралықты қалай табамыз? Кему аралықты, яғни ойыс аралықты. Айттым қанды? Туынды тауып нөлге теңестіреміз. Интервалдар әдісін саламыз. Яғни бұл жердегі алдына мән қойып, таңбасы плюс болса бұл дөңес аралық, минус болса ойыс аралық болып табылады. Біздің қағына алдын тақырыппен салыстырған кезде сол. Ал анау функциялық тәртіппен жазылған кезде анау мәндеріне байланысты, яғни берілген қиылып өткен түзудің жоғары төмен орналасуына байланысты, иә? Отырамыз. Екінші топ. Ал. Екінші топта ауқымды. Ada tema?
негізгі 7 жол бәрімізге белгілі. Олардың біріншісі анықталуы болсын және бар болған жағдайда үзіліс нүктелерін анықтау. Біз әрқайсысына мысал келтіріп кеттік. Біз оған 132-ші сеттегі бірінші сетті алдық. Ол жерде біздің яғни анықтау облысымыз минус 6 сеттен плюс 6 сетке дейін барды. Неге өйткені бұл жерде берілген есеп көпмүше түрінде берілген барлық есептің анықтау облысы минус 6 сеттен плюс 6 сетке дейін болып табылады. Екінші Есептен өйткені нөлден кез келген x-тің орнына кез келген мән берсек, y-тің орнына кез келген мән шығады. Сол, иә? Яғни анықталмай қалатын нүктесі жоқ деген. Анықтау облысы жоқтан сол дейді. Екінші пункт ол вертикаль және көлбеу асфальталарын зерттеу. Біздің есепте ол мысалда ол шықпады. Неге? Вертикал асфальталар. Ол қандай функцияда болады? Үзіліс нүктесі анықталған. Үзіліс нүктесі, яғни функцияны анықтау облысы үзіліп қалған кезде болады, иә? Бізде үзілген жоқ, сондықтан ол шықпады, иә? Үшінші пункт ол тақ жұптығын және периодтығын, функцияның периодтығын анықтау. Біз оны жаңағы минус 6 дегенді алып, яғни оны f минус x деп алғанымызда ода яғни жұп шықты бізде. Функция жоқ болып шықты ма? Иә, өйткені ешқандай таңба еш өзгеріссіз сол күйінде қалды. Таңба ешқандай ауыспады, онда ол жұп болады, иә? Иә, жұп функция. Ал ауысса? Тақ функция. Тақ функция болады, иә? Төртінші пункт ол координаталар өздерімен қиылысы нүктелерді анықтау. Біз ол кезде екі координаттан x өсіне, y өсіне нөлге теңестіріп алып, оның кейін штрих, оны кейін дискриминантқа салып, x1, x2-ін тауып, оны яғни түбірасты минус 3-тен 0-ге дейін, кейін минус түбірасты 3-тен 0-ге дейін жауап шықты. Екі нүктеде қиылысады. Так, екі нүктеде қиылысады, иә? Түбірасты 3-тен 0, 0-де... Минус 3-тен 0-ге дейін, плюс 3-тен 0-ге дейін. Так, ол мұнда 0-де түбірасты 3 және 0-де минус түбірасты 3 деген сияқты мұндай нүктеде болады. Және нүкте бізде аралықты бермейді. Аралық деген 0-ден түбірасты 3-ге дейін. Ал нүкте біз x-ті 0-ге тең, y-ті түбірасты 3-ге тең. Сол түрінде алындар ма сендер? Иә. Келесі пунктымыз ол бірінші және екінші реттік туындыны тауып, 0-ге тең нүктелерін анықтау және туындының анықталмайтын нүктелер бар болса, сонда анықтау. Бұл жерде яғни туындысын тауып, екінші реттік туындыны таппай. Туындысын таптық па? Екінші реттік туынды ше? Екінші реттік туынды анықталмау бар. Ау? Сол екінші реттік туынды табылды осы бесінші пунктта. Алтыншы пунктта бірінші және екінші реттік туындының таңбаларын зерттеу, өсу кему, ойысты емес экстремум яғни максимум минимум нүктелерін анықтау және үйлі нүктелерін зерттеу. бұл жерде бізде екі жауап шықты x минус 4-ке 1-ге дейін, яғни бұл жерде максимум 1, ал минимум минус 4 болып шықты. Біздегі соңғы пункт тиісті тағы бірінші нүктелердің координаттарын тауып тексеріп отыру. Бұл пункт бізге көп жағдайда ерекше нүктелерін анықтауға жағдай жасайды. Біз кестені сызуға үлгермедік. Бірақ кесте осы барша жиынтықтардың шыққан жауаптарын кестеге салу. Яғни қысқаша осы жауаптардың барлығын қысқан нұсқа түрі болып табылады. Кестеге салыңыз. Ал бізде 6-шы пункт толық болмай қалыпты 6-шы пунктте. Ойысты анықтамады ма мыналар? Яғни өсу кему аралығы. Өсу кему аралығы интервалдар. Енді соны интервалдарға салып бермедім бұл жерде. Қандай нелер шықты, жауап шықты? Бірінші туынды таптыңдар, оны нөлге теңестірдіңдер. X бір жауабы. Минус 4, бір жауабы 1. Бір жауабы 1 және 4 болды ма? Минус 4. Минус 4 көмектікті 0 болады ол. Иә. X тең 4, X тең 0 болмайды, X тең 0 болмай ма? X тең 0. Иә, анау жерде сызыңдар ма? Интервалды қалай? Тақтағы сызып жіберді. Өсу кемуді жазайықтан. Бұра бормен. Лаңқы емес, борға сызасың, иә. Так, екі мән шықты, біреуі. 0 және Плюс минус 1. плюс минус 1 ма? Тегі x квадрат тең 1 ма? Иә. Онда плюс минус 1 болады, иә. Онда минус 1, 0-дің алды емес па? Нажал минус 1 жауап. И тағы 1. Тағы 1. Үшінші нүктені де бар. Минус 1-дің алдына мән аламыз. Сапаға көмектес. Минус 1-дің алдына неше бар? Минус 2. Қайға барып қоямыз? Туындыға қоямыз, иә? Минус 2 алып барып?
Yani minus 2'ni жазып кетсек болады. 4 көбейтілген минус 2'nin 3 derecesi. Minus 4 көбейтілген тең. Есептейік. 8 minus 8 көбейтілсе 28 8 4 көбейтсек 32 жаз минус 32 ал жағын жазып анау плюс болып кете ма? Тең. Ашып қойды ғой. Таңбасы минус. Так. 1 мен 0-дің арасында 2'den 1. 2'den 1 аламын. Иә, 2'den 1 деп есептенді. Оңай болады. Минус 2'den 1. Minus 2'den 1 емес па? Иә. Жақсы алып минус 2'den 1. Бейбіт. 6'dan 1. Yok. 6'dan 8. 4 көбейтілген 8'den 1 olmuyor mu? Иә. 6'dan 1 deysiz. Ya minus pa plus pa? Minus altına diyor. Altına diyor. Evet. Ol şey. Minus ve minus. Plus minuslar eşit alıyor. 4 bin 2 kıskaradı ya. Иә, 2 olmaz. Ağlanan 4 bin 8 kıskarsa? Yaz. Minus 2'den 1. Al. Minus 2'den 1 alsak ne çıkar? 2'den 1 dedim yazmayız mı? Iya, alınsa 2'den 1 jartlasak ne olur? Oy, plus bu şart. Minus plus çıkarsın mısınız? 2 ok koy. Tangması plus. Plus yanına ne yap minus koy. Bir şart. Yok mu? Değil. Ha? Kelesi neni koyamız? 0 мен 1'nin arasında plus 2 ya. Aslında yazsana sonra düşündürüp koy. Tek tane plusu olan zaten. Evet. Kısa değil mi? Sen bulayı tutacak mısın? Altın yapma. Doğru жағдай ма? 2'den 1 azaytı 2. Енді bu жерде қайсысы көп? 2 көз. Таңбаса? Минус болады. Отыр. Бірден кейін? 2. Kolay oldu. 8, 4, 9, 8. Tangbası? Plus. Mana onda minus aralık bizde. Oy aralık, plus aralık. Döngüs aralık. Onda жазашқан. Minus 8'likten неге дейін? Минус 1'ge дейін. Minus 1'ge дейін. Бірігуі қағай тарап бар? 0'den 1'ge. Иә, 0'den 1'ge дейін. Қандай aralık болады? Ойыс. Yani kimi, ya? Evet. Minus 1'den 1'ge дейін. Iya, minus 1'den 1'ge дейін. Birden şeksizlikке дейін. Döngüs aralık. Yani өседі. өседі. Değil mi? Иә. O жерде maksimum ünitemiz var. Иә. Қайсысы maksimum ünitesi var? Минустан плюс қалса максимум, плюстан минус қалса минимум. Al. Minus'tan plus kaç tane diyoruz? 0.
Минус 1 ма? иә минус бір иә Тағы бар ма? Минус біріне бір дейін. бір иә Минус бір бір мен? минус бір және бір 1 бар, иә? Экстрем нүктелер. Қалай жазатын ең оны? x минимум X максимум, X минимум деп, иә? Бізде X минимум. Тең минус бір минус 1. және Так, оны бөлек етеді тағы. X минимум, бір x максимум 0 X максимум. Бұны ала 7-ші пунктке қосымша осының мәндерін жазсақ болады. 7-ші пунктте есебінде кетеді бұнда. Мәні қалай жазамыз? Функцияның мәні. Не ол функцияның мәні деген? Ерекшелікті емес осының мәнін алсақ болады. Y-дің мәні ол есептеледі. Функцияның мәні деп отқанымыз Y-дің мәні. Яғни X-дің орнына барып нені қоямыз қазір? Минус 1-де апарып қоямыз. Минус 1-де апарып қойсақ, қайсысына қоямыз? Туындыға емес, бастапқы функцияға қоямыз. бергені ма Иә, бергені. Қандай бергені? X-дің 4 дәрежесі жоғарыға жазып қойса, Y тең X-дің 4 дәрежесі x квадрат 2x квадратқа. Осыда X-дің орнына барып нені қоямыз? минус Минус бірді қоямыз Не шығады минус 1-ді қойса? минус бірдің дәрежесі плюс шығады Плюс 1 шығады. Анадан одан да плюс шыққан алдынан минус 2 шығады. Яғни 1 азайту 2 жазамыз. Азайту 3 тең не шығады? минус 1 плюс 4 шығады Минус 4 шығады. Ондан түсіне жазады. Y минимум деген түсіне жазады. y минимум X минимум деп. Жоқ, Y соны түсіне. Жоқ. x минимум X минимум жазады. минус 4 плюс 4 шығады Енді есептесең. бірдің дәрежесі 1 азайту Осыны шықпай ма? иә Минус 4 өзі шыға ма? минус 4 Минус 2 и минус 3 иә минус 4 минус 4 өзі шығады. И 0 Y максимум. 0 минус шығады 0 қойсақ? минус Иә. Міне, бұл нүктелер не үшін таптық? Бұл нүктелер біз табуымыз. Ал, қосымша. 7-ші пунктке яғни. Не болады? Бұны біз график салуда қолдансақ болады. Міне, X минус 1. Иә? иә Y минус 4 минус 4. 1, 2, 3, 4. Міне, минус 4. Екеуінің тегіс нүктесі. Бұл не? Минимум, сондай ма? иә Сай, И-дің нүктесі. иә Келесі, x минимум 1 бірде, тағы да минус 4, минус 4 иә міне. Келесі, максимум 0-де, минус 3 минус 3. Міне. иә Енді былай шыққанда міне функцияның графигі міне. Ескізі. Көрдік па? иә Бағана келісу нүктелерді таптыңдар. Біреуі нешеді? Минус турасы 3-те, плюс турасы 3-те. иә Мына ал сол екеуі. Минус турасы 3 и плюс турасы 3. Міне осылардың бәрін қолдандық. Функцияның графигінде өзі болып қалған аралық жоқ. Не ма? Тура мына жерде жазып кеттік. Шексіздіктен минус 1-ге дейін кеміді. Тағы жеті кеміді. 0-ден 1-ге 0-ден 1-ге дейін. Міне. Мына аралықтан мына аралыққа дейін және шексіздіктен мына аралыққа дейін. иә Мына функцияның графигінің эскизі шықты. Түсінді ма? иә Бірінші сұрағы тұрмақты да? Түсінді ғой, иә Ал, кітапта не істейді? Уақыт тоқталды ма? Иә. Неше болады бұл? Ал? Есеп шығарайық қазір. 7-де 128-ге.
Анан. Екі топтан шығарамыз. Біз екіншісін Жаңа қорғағанда шықпайды. Иә. Екінші топтан. Бірінші топтан. Бірінші топтан. Болмайды ма? Екі адам барлық нәрсені сөйлей беруге болмайды ма? Бірінші топтан кім шығады? 7-де 128, біріншісіне. Не табу керек? ой үстіңе сарал. Ой үстіңе сарал. Иілу нүктелер. Иілу нүктелер табу үшін 2 рет туын табамыз, иә? Ой үстіңе табу үшін 1 рет туын тауып не істейді? Нөлге теңестіріп, мұны қазір таптық қой, мұны ой үстіңізді. Интервалдар әдісі саламыз. Бірінші топ. Кім шығады? Болмайды екен. От шықтыңдар ғой, басқаларда шықсын. Абдырахман. Екінші топ. Жасмин. Ал, Жасмин. Екіншісі. Абдырахман біріншісі. Мұр бар ма? Yaxşı, düşünecek oldu bu. Dört x çağırıyor musun? 4x çağırsak, yani orada bir kalacak. Ama da 4'te gitti, x de gitti. Bunda x kvadrat. İyi. 6x durs 3x kvadrat. Durs. Yaklaşıkına 3x zaten. Yok x çıkıp gitmeyecek bak. Orada da x çıktı o. Biliyor olay ya. Ya. Yeni digi değiştiririz. 3x тең 0. Satındası. Ya. Şu x teğenler olsa x neye tekrar? Nölге тең 0. Kaçtan nereden x teğen? Birinci şov, x kvadrat var da. Және жақшаны іші теңестіреміз, сондай ма? Екі азайту x бар. Тең 0. Öyle dursun. Yekini düzüyorum, x düzüyorum, sonra x yektin. X'ten yekiden. X yeki de olsun. Evet, x yekini yok. Hani yeni dursun. Yeni olsun yeki salamız? Интервалдар әдісіне. Интервалдар әдісіне salamız. Өшір қалғандар үшіктіз. 4x тең 0, дұрыс x тең 0, 1 x квадрат x тең плюс минус 1 дейді. Жоқ, төрде шығып кетеді. Так, ал интервалдар әдісіне салам. Неше нүкте шықты енді? Үшеу, иә. Сыз интервалдар әдісі. Неше шықты? Абдырахман сізді. 0 және 2. 2 шықты, иә?
жазамыз қалғанын. Нөлдің алдында неше барады? Минус 1. Туындыға барып қоямыз, иә? Көбейту. Иә. Екеуінің арасы. Иә. Нешті қойып жатыр? Үшті қойып жатыр ма? 9. Көбейтесің? Иә. Қайсы? Иә. Ал онда қайсар ал? Минус шексіздіктен неге дейін? Минус алып қайсы көріп тұрмын? Иә, нөлге дейін. Қандай аралық? Минус болса, ойыс аралық бола ма? Ойыс. Жазып қой. Ойыс деп жазып. Ой, асы. Қайсы аралық қалды? Нөлден? Иә, нөлден 2 дейін. Думаешь, половина? Дәшмен не болды? Қаңбасы? Минус 1-дің алдына неше бар? Минус 2. Қаны қоямыз? Туындыға. 4-ті минус 2 өйтсек минус 8. Мынаған қойсақ, мынада минус шығатта, намыз плюс өтті. Намыз көп, сондықтан плюс болды. 2-ден 1. Минус 2-ден 1. Минус 2-ден 1 қойсақ, минус 2 шығат. Мынаған минус 2-ден 1 қойсақ, намыз минус плюс өтті кетеді. Мынау минус 2, ал мынауымыз одан астар. Жартар. Минус болды. Плюс 2-ден 1. Мынау көп. Мынау аз. Плюс. 1-ден 2. Мынау минус. Ал қайсаралықтан қайсаралыққа дейін минус. Ойыс. Қажаға жасамда. Минус шексіздіктен Минус 1-ге дейін. Ана жылы тимей қалады. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін. Тағы қайсаралық? Плюс аралықта бардық қой? Иә, 1-ден 1-ге дейін. Так. Плюс болып тұрса, дөңес аралықта? Дөңес. Ал минус 1-ден түсінікті ма? Жарайсың. Отыр. Үйге осының қалғаны және және 32 осы сияқты. Ал келесі уақыт осыны қайталап үйіміз жауып өтеді. Ал